Сәлем достары, біздер бүгін видеомызды тағы жалғастырамыз. Яғни бүгіннен бастап біздер отбасылық ойындар сериясын түсіретін боламыз. Яғни үйде отбасымен, ата-анасымен, балалармен бірге ойналатын ойындар. Бұл үшін бізге мынандай қарапайым болттар қажет. Бұл темір базарларында сатады, өте арзан. Біреуі 15 теңге, 20 теңге, өзіңіздің қалағаныңыз бойынша ала беруіңізге болады. Бұл ойынның мақсаты осы болттарды бірінің үстіне бірін құлатпай қою керек. Оның қанша санын өзіңіз шешесіз. Бұл ойынды минутқа құрастыруға болады, секундқа жинауға болады, немесе екі топқа бөлініп әкесінің командасы, анасының командасы бөлініп ойнауға болады, немесе үйде туған күндерде балалармен бірге ойнауға болады. Сондай-ақ тағы да басқа, егер мұғалім болсаңыз, мектепте балаларыңызды екі топқа бөліп ойнатуға, лагерьде де осы ойындарды ойнатуға әбден болады. Енді бүгін бізге Кәусар бұның болттың ішіне карандаш қолданамыз, немесе өзіңізге ыңғайлы кез келген мынандай сымшаларды қолдануға болады. Егер қазір Кәусар осы қолындағы болттарды құлатпай жинап шықса, біз мына арахисті Кәусарға сыйға ұсынатын боламыз. Ал Кәусар, кеттік іске сәт. Құлатып алмаймыз. Жарайсың. Бәрекелді. Жарайсың. Тамаша. Өте керемет. Ал құлап қалмасын, құлап қалса арахистан айырылып қаласың. Жарайсың. Керемет. Бәрекелді. Ай. Сақ бол. Ура! Жарайсың. Сені бүгінгі жеңісімен құттықтаймын. Мына арахис саған сыйлыққа беріледі. Жарайсың. Мінекей, бұл ойынның ережесін түсіндік. Яғни мына болттарды бірін бірін осылай мінгізіп орнату керек. Бұл ойын өте қызықты. Топқа бөлініп ойнасаңыз, секундқа ойнауға болады, 30 секундқа, 20 секундқа құрастырып, мына рекорд жаңартуға болады. Өте қызықты ойын. Осы ойынға балаларыңызды қатыстырыңыз, ұнайды деп сенемін. Ұнап жатса ойын лайк басыңыздар. Келесі кездескенше.